екі топқа екі саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Номері 7-ші Мәлік Абдуллин атындағы жалпыға білім беретін орта мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Қожаниязова Дария Мінәжатқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы интерьерге арналған бұйымдар жасау. Барлығымыз отыра қойыңыздар, екі топқа бөлініп. Оқушылар енді сабақты бастамас бұрын мен екі топқа, бірінші топқа дизайн, екінші топқа интерьер деген ат қоям, және екі топтың жаңағыдай топ басшысын сайлаймын. Бірінші топта мысалы кім? Технологиялық карта, жұмыстың жасалу жолдары екі топқа. Осы маршрут картасы дейміз. Мынау маршрут картасы Жанерке бірінші топтікі сіз болыңыз, топ басшысы. Оқушылардың қасыңыздағы тобыңыздағы қыздардың қалай жұмыс жасауы, сабаққа қалай жауап беруі, сол туралы бағаланып отырасыз. Бірден бастап оқушылар біз топқа бөліндік. Бірінші топтың аты интерьер тобы, екінші топтың аты дизайн тобы. Жалпы енді біздер алдыңғы сабақтардан өттік. Біздер бүгінгі сабақта интерьер бойынша, яғни интерьер 2-3 форматта жағдай бүгінгі сабақта коллаж тану жасаймыз. Алдарыңызда атты форматта. Бірінші енді сабақта жасамас бұрын, жұмысқа кіріспес бұрын, практикалық жұмыс сабақ. Бүгін сіздердің алдарыңызда енді бүгінгі сабақты бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде ұстаймыз. Оқушылар екі топтарда жұмыс жасау барысында, бізде бүгін практикалық сабақ, жұмыс жасау барысында өздеріңіз көріп отырсыздар, қай жермен жұмыс жасағанда, ыстық желімен жұмыс жасағанда абай болуымыз керек, қолымызды күйдіріп алмау. Бұл міндетті түрде жадыларыңызда болсын қауіпсіздік ережелері. Жұмысты бастамас бұрын өздеріңіз көріп отырсыздар, мына жерге қарай жіберіңіздер, телеэкранға қараған кезде миға шабуыл әдісі сұрақтар арқылы өтілген тақырыптарды қайталау. Интерьерге қай сурет сәйкес келеді. Біздер алдында интерьер дегеніміз жалпы не, дизайн дегеніміз не туралы сіздерге алдыңғы сабақтарда айтылған. Бүгінгі бізде практикалық сабақ. Енді қарап отырсаңыздар, бірінші сурет пе, екінші сурет. Өздеріңіз ойлайсыздар ма, қайсы сурет осы интерьерге қай сурет сәйкес келеді? Бірінші сурет пе, екінші сурет пе? Так, тұрып жауап беріңіз оқушылар. Бірінші сурет пе, екінші сурет пе? Менің ойымша интерьерге бірінші сурет сәйкес келеді. Яғни бірінші сурет сәйкес келеді. Олай қалай ойлайсыз сіз? Интерьер деген қалай ол? Неде ойлайсыз? Себебі біз суретке қарап отырсақ, көптеген бөлмені әсемдеп тұрған түрлі түсті әдемі заттарды көруге болады. Яғни интерьер дегеніміз бөлмені әсемдеу. Біз бөлмеге қандай да бір жаңағыдай түрлі дизайнымызбен, өзіміз қолымыздан жаңағыдай түрлі заттар жасап әсемдеуге болады. Оған гүл да қоюға болады, құмыра да қоюға болады. Өздеріңіз қарап отырасыздар. Міне макраме тоқу, осылардың барлығы макраме не көріп отырсыздар, бұлардың барлығы үйдің дизайнына қазір соңғы технологиямен жасалынатын жұмыстар. Көріп отырсыздар, бұның барлығы интерьердің жабдықтауға. Сондай-ақ өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңағыдай балмұздақ дейді ғой. Балмұздақ дейді, мороженое, мороженныйдың таяқшаларынан жасалынған түрлі бұл да дизайн үйдің интерьеріне алуға болады. Сондай-ақ үйдің интерьеріне түрлі қалдық заттардан жаңағыдай түрлі үйде керек емес, мысалы түрлі гүлдердің жаңағыдай біздерге мысалы гүл әкеліп подарить етеді ғой, мысалы сыйлайды, сол уақыттарда соны қатқызып қойып, флорист деген маман бар қазір, соны қатыртып қойып түрлі картинкілер жасауға болады. Біздің әркімнің өзінің идеясына байланысты түрлі жұмыстар жасауымызға болады. Қазір біздер картинадан A4 форматта сіздердің алдарыңызға қойдым. Технологиялық карта
жұмыстың орындалу реттілігі, графикалық кескін және аспаптар мен құралдар. Бүгінгі қажетті мысалы 2 топқа мен 2 А3 және А2 форматта 2 картина жаңағыдай беремін. Мынандай картинаны бүгін жасап шығамыз. Бір ойымыз қажетті құрал жабдықтар. Бірінші топқа сіздерге жанеркенің тобына қажетті заттар жаңағыдай кожа, мынандай кожа қалдықтары, үйде қалған осыдан гүл жасаймыз. Ыстық желімді саламыз. Ыстық желіммен қайшымен ою арқылы гүлдер жасаймыз. Әуелі жұмысты жасамас бұрын біздер А4 форматқа эскизін салып аламыз, суреттің эскизін картинаның міндетті түрде. Екінші топқа, Кәусардың тобына, Кәусар сіздің топқа обойдың мына бетіне, обой үйде түрлі обой немесе мына жалюзі қалдықтары бар ғой, өздеріңіз көріп отырсыздар. Жалюзі қалдықтардың мына бетіне ыстық желіммен орналастыру арқылы түрлі қалдық гүлдерден екінші картинаны жасап шығарамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз. Яғни бұл біздің үйімізге сән интерьер береді. Өздеріңіз қарап отырғандай, керек емес, мысалы, қарап отырыңыздар, екінші тапсырма, телеэкранға қараңыздар, екінші тапсырма пану суретін тапты. Мына картинада, телеэкранда қай сурет пану болып табылады? Сіздің ойларыңыз, Кәусар, жауап бере ғой. Менің ойымша, екінші сурет пану болып табылады. Біріншісі жай ғана сурет, салынған сурет. Яғни бұл түрлі түсті бояулармен, түрлі түсті майлы бояулармен, гуашьпен салынған сурет болған сурет. Бұл қазір ана жабыстырмаймын. Мына жабыстырғанда шығып кетті. Визитик, да? Оқушылар, бүгінгі біз сабақты қорытындай келе, жаңа сіздер өздеріңіз қолдарыңызбен түрлі қалдық заттардан, түрлі гүлдің қалдықтарынан, үйдегі жасанды гүлдер және табиғи гүлдердің қалдықтарынан, кожадан, жасанды кожадан, былғары деп атаймыз, және аэрозолды краскамен қосып түрлі кестелермен өздеріңіз әрлендірдіңіздер. Бұл жасауды, бүгінгі жасау негізі осы пану жасау үйдің интерьеріне сәндік бұйым ретінде 2 және 3 форматта практикалық жұмыс ет. Бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Сіздер өздеріңіз жаңағыдай қазіргі жасаған жұмыстарыңызды көрсетіңіздер. Жасаған Кәусар өзіңіздің тобыңызда бүгін кімдер қалай жасады, сол бойынша сіз мына жұмысты қалай бастадыңыздар, қалай жұмыс жасадыңыздар, осы туралы айтып берсеңіздер. Қай бөлмеге қояр едіңіздер? Бұл бізде А2 форматтағы картинка. Бұған біз үйдегі қалып қойған керек емес обойды алып, жабыстырдық. Және де феннің қорапшасын алып, осындай гүлге, керек емес гүлге жабыстырып қойдық. Бұны біз үйіміздегі ас үйге қояр едік.
Яғни біздер мына қалдық мына жердегі фен деп отырық қой, бұл яғни үйде жатқан жаңағыдай қораптар бар ғой, осындай керек емес, мысалы лақтырып тастаймыз, ол картон дейміз, ол осылардан пайдаланып, және мынау лента, бұл да қалдық зат, осы қалдық заттарды лақтырмай, мына гүлдерді де бір үйлер гүлді жақсы көреді, гүлден осындай түрлі панно жасап шығардық, иә, өте жарайсыздар. Бірінші топтың қыздары. Картинканы коридорға қояр едім. Мен бұл картинканы үйде жатқан неше түрлі заттармен істедім. Міне осындай лентамен және де осындай искусственный жапырақтарды Жасанды гүлдердің жапырақтары, жасанды гүлдерді. Сосын мынау табиғи гүлдер, роза гүлдері соны қатырып, флористия. осындай немен бояп әсемдеп жасадым. Бұл яғни аэрозолды красканы пайдалану арқылы мына кесте лентасы бар, сонымен жасадыңыз, иә. Жалпы Кәусар, сіздің топтағы қыздар қалай жұмыс жасады бүгінгі сабақта? Бүгінгі сабақта өте жақсы жұмыс жасады. Күндерге қандай баға қояды? Бәріне де 10 балл деген баға қояды. Өте жақсы барлығы, яғни бір топпен, бір ауызбіршілікпен жұмыс жасадыңыздар. Бізде бұл жасаған туындымыз үйде жатқан әртүрлі жасанды гүлдердің жапырақтарынан біріктіріп әдемі гүлді құрастырдық. Яғни панно құрастырдыңыздар, иә, мынау яғни обойдың қалдықтары үйде жасалынған жатқан, яғни мына гүлдің басын, мысалы қараңызға басқа гүл, мынау басқа гүл, мынау басқа гүл, соның барлығын біріктіріп, мынандай әдемі гүлдей жіп дейді ғой, қазір сонымен байлау арқылы істік жеңмен, істік желім деп айтады, ол сонымен біріктіру арқылы жақсы жұмыс жасадыңыздар. Өте жақсы. Бұны қай жерге қояр едіңіз? Бұны қонақ бөлмеге қоямын. Яғни сіздің өзіңіз жасаған затыңыз құнды, иә, бұл да ата-анаңызды қуантатындай зат. Жанерке, сіз не айтасыз? Яғни бұл біз жасанды жаңағыдай кожа дейді ғой, жасанды былғары дейді, иә, жасанды былғарыдан жасаған. Бұны қалай жасадыңыз? Бұл гүлдерді және артқы фондағы кожадан жасадым, яғни күміс түсті кожадан жасадым. Бірінші қиып алдым, кішкентай, сосын барып барлығын біріктіріп, әдемі тіктің да энержия арқылы қосып, оны моншақтармен әрлендіріп, мынандай күміс түстес моншақтармен және ыстық желім арқылы қостым. Осы жұмысыңыз сізге өзіңізге ұнады ма? Жасау барысында бұл қай бөлмеге қояр едіңіз? Әрине ұнады. Бұл туындымды өзімнің бөлмеме немесе қонақ бөлмеге қояр едім. Өте жақсы. Ал сіз мына бүгінгі өзіңіздің тобыңыздағы қыздарды қалай бағалар едіңіз? Барлығы деген бағаны қоямын, барлықтарыңыздан осындай баға қоямын. Өте жақсы, керемет. Топқа интерьерді және дизайн тобына да Кәусардың тобына, Жанердің тобына үлкен рахмет айтамын, сіздерге шығармашылықтан істеймін. Әрине бұл адамдардың өзінің қыз бала болғасын идеясы болып жүрді. Қазір жаңа ғасыр, сондықтан біздің жағдай ешқандай заттардан тайсалмай, әдемі бір қай затқа да, қай осындай тығырықтан шығу керекпіз. Мысалы, мен сіздердің алдарыңызда осындай жұмыстар тастадым, сол уақытта сіздер осындай әдемі картинкаларды құрап маған көрсеттіңіздер. Өте рахмет айтамын. Бүгін сіздерге осы тақырып интерьер жағдай сәнді бұйымдар жасау тақырыбы сіздерге ұнады ма? Екіді және үшті форматтан сіздерге ұнады ма? Өте жақсы, иә. Бүгінгі сабақ мынау қызғалдақ гүлі, көктемнің әдемі қызғалдақты, иә, бізге қазір көктем мезгілі, осындай қызғалдақты әдемі болып құлпырып өсіңіздер деп тілеймін сіздерге. Бүгінгі сабаққа рахмет айтамын. Бойынша келесі сабаққа үй тапсырмасы сіздерге. Бұл осы интерьер дизайны 3 сабақ. Келесі сабаққа осы келесі басқа жұмыстар жасаймыз. Тағы да сіздерге үйден қалдық заттарды әкеліңіздер, тағы картина жасап шығарамыз. Яғни біз мына кабинетті әрлейміз, әдемі гүлдермен картиналарды сіздерден жаңағыдай жұмысқа. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.